Қайырлы күн әріптестер. Бүгін кезекті кездесуімізді бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз педагогтардың білімін бағалауға арналған оқыту әдістемесі пәнінен кеңес сабақ. Сіздердің назарларыңызда. Оқыту әдістемесі пәні бойынша педагогтардың білімін бағалауға арналған тест спецификациясы ұлттық тестілеу орталығының сайтында орналасқан. Бұнда оқыту әдістемесі пәні бойынша біздің қарастырылатын тақырыптарымыз мінекей 3 тақырып: оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер, оқу жетістіктерін бағалау тақырыбы, содан кейін зерттеу тәжірибесі тақырыбы. Бүгін біздер мұғалімдер үшін өзекті болып табылатын оқу жетістіктерін бағалау және зерттеу тәжірибесі деген 2 тақырыпты қарастырамыз. Бағалау туралы айтқан кезде сіздер күнделікті тәжірибелеріңізде бағалауды қолданасыздар. Бағалау туралы айтқан кезде сіздердің ойларыңызға не келеді? Сәл ойланып көріңіздер. Яғни бағалау дегені ол оқушылардың оқу жетістіктерін жақсарту үшін соларға оқушыларға қолдау көрсету. Яғни оқудың нәтижелерін жинақтау түрі тағы да бар. Содан кейін өзін-өзін бағалау бар. Сабақта, күнделікті сабақта өзін-өзін бағалауды қолданасыздар. Бағалауды қолдану ол не береді оқушыларға? Ол оқушыларға өзінің ойлауын, түсінігін, немесе оның тәртібін мұқият қадағалауға, бақылауға мүмкіндіктер береді. Сонымен қатар сіздер жақсы күнделікті тәжірибеде, мектепте, сабақта бағалаудың 2 түрін жиі қолданып келесіздер. Енді соның бір түріне тоқталайық алдыменен. Бұл оқу үшін бағалау. Негізінде күнделікті тәжірибеде біз оны қалыптастырушы бағалау деп жиі атаймыз. Бұл бағалау басқа екінші түр бағалауы бар, жиынтық бағалау. Одан немен айырмашыланады деген мәселені біз ойланатын болсақ, ол оқушылардың оқуына қолдау көрсетуге бағытталған оқудың бөлігі ретінде қарастырылады. Оқудың бөлігі ретінде қарастырылады деген сөз, ол оқумен ажырамас бөлік ретінде балалардың оқу барысында олардың бүгінгі тақырыпты, берілген материалды оқу мақсатына қол жеткізуіне ықпал ететіндей әдіс тәсілдерді қолдану арқылы осы оқудың бөлігі ретінде біз күнделікті тәжірибеде қолданып келеміз. Енді тағы бір бағыты, неге біз оны қолданамыз? Оқушы үшін не береді ол? Осы қалыптастырушы бағалау қолданған кезде әрине оқушыға өзінің оқуын қай сатысында тұрғанын, яғни нені білгенін, нені үйренгенін, қандай осы оқу мақсатының ойына неге қол жеткізгенін анықтауға мүмкіндік береді. Яғни соны анықтау үшін біз қалыптастырушы бағалауды күнделікті сыныптағы тәжірибемізде қолданамыз. Сонымен қатар ол айталық бір белгілі деңгейде бір материалды меңгерді дейік, оқу мақсатына белгілі бір деңгейде қол жетті дейік. Бірақ та ары қарай тағы қандай деңгейге қол жеткізу керек, тағы да ары қарай не жасау керек? Яғни не жасауым керек, қандай тағы да деңгейге көтерілуім керек деген мәселелерді анықтау үшін де осы қалыптастырушы бағалауды біз қолданамыз. Енді мынадай тапсырманы жасап көрейік. Мына жерде презентацияда тағы да бізде оқу үшін бағалау бар еді. Түспей қалыпты. Мына бір тапсырманы жасап көрейік. Осы жерде, яғни мынада берілген тұжырымдарды осы мына бөлікке орналастырып көріңіздер. Қазір чатқа жазыңыздар. Негізі мынаны жалендаға салуға бергенбіз, жалендаға салуға бергенге айып етпеңіздер. Мына жерде цифрлар, нөмірлер болу керек еді. Соны қоймапты. Міне көрдіңіз бе? Біздің тапсырмамыз. Енді сіздер осының ішінен қазір чатқа, онда оқу үшін бағалауға мынау жатады деп, онда чатқа жаза салыңыздар. Негізі мына жерде цифрлар болу керек еді. Чатқа жазыңыздар. Чатқа жаза қойыңыздар. Мысалға, оқу үшін бағалауға қайсысы жатады, қай тұжырым жатады? Осы тұжырымдардың ішінен 1-2-ін көрсетсеңіз жеткілікті. Ал оқыту бағалауға қай тұжырымдар жатады? Одан да 1-2-ін көрсетсеңіз жеткілікті. Қазір кішкене өздеріңіздің білімдеріңізді тексеріп көріңіздер, дайындықтарыңызды.
да енгізбепті мінекей жатады. Оқушыны не білген жинақтау бұл жиынтық бағалауға жатады, яғни оқуды бағалауға жатады. Оқушыларды табысқа жеткізіп бағыт беру бұл оқу үшін бағалауға жатады. Сертификатқа ұсыну бұл оқуды бағалауға жатады. Пәндік бейімділігін тексеру бұл да жиынтық бағалауға жатады. Ал оқу мақсатын жетуге бағыт беру бұл оқу үшін бағалауға жатады. Оқу нәтижесін тіркеу бұл оқуды бағалауға жатады. Әдістерді жақсарту жолдарын іздеу бұл қалыптастырушы бағалау, демек оқу үшін бағалауға жатады. Оқушының пәнге деген ынтасын арттыру бұл оқу үшін бағалауға жатады. Оқуды қолдануға ықпал етіп, нәтижесін жақсарту бұл оқу үшін бағалауға жатады. Не себептен олай болып тұр? Себебі оқуды бағалау деген ол сертификатқа ұсыну, оқу нәтижелерін тіркеу, баға қою деген жағдайда қолданылады жиынтық бағалау. Сіздер күнделікті тәжірибеде білесіздер ғой. Мысалға 90-дық жиынтық бағалау. Онда бағаларды тіркеу үшін, қаншалықты нәтижелерін, оқу нәтижелерін тіркеу үшін өткізесіздер. Келесі мынадай сұрақпен ойланып көрейік. Мұғалім бағалауды оқудың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру үшін нені білу керек деп ойлайсыздар? Чатқа жазып көріңіз. Не үшін білу керек деп ойлайсыздар? Чатқа жазыңыз, болмаса сіз өзіңіздің ойыңызды тұжырымдап көріңіз. Яғни мұғалім бағалауды оқудың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру үшін, яғни ол мынаны білу керек деп ойланып көріңіз. Енді жауабы мысалға мінекей. Мұғалім бағалауды қолдану үшін ол бағалаудың несін білу керек? Әдістемесін білу керек. Бағалау неліктен өткізілетінін жақсы түсіну керек. Демек, бағалау қандай мақсатта өткізіліп жатқанын мұғалімнің түсінуі, білуі бұл өте маңызды болып табылады. Сондықтан да мұғалім бағалаудың не мақсатпенен қолданылатынын білуі маңызды болып табылады деп айттық қой. Олай болатын болса, біз бағалаудың мақсаттарын қарастырып көрейік. Оқудағы қиындықтарды анықтау, кері байланыспен қамтамасыз ету, уәжді дамыту деген мақсаты бар. Болжау және сұрыптау, стандартты бақылау және орындау, оқу бағдарламасының мазмұнын және оқыту стилін бақылау деген осындай мақсаттар бар. Енді бұл мақсаттардың әрқайсысына жеке тоқталып жатудың қажет жоқ деп ойлаймын. Себебі осы YouTube-тағы сабақта, біздің алдыңғы сабақта қарастырып кеткен болатынбыз, жақсы түсіндіріп, түсіндірмелер беретін болғанбыз. Енді сіздер қазір мына жерден жалпы қарап алсаңыздар болады, бір-екі тапсырмалар орындау үшін. Енді күнделікті сыныпта мысалға оқушылардың қандай қиындықтары бар, қандай тақырыптарды игеруде кедергілері бар, немесе оқу мақсатына байланысты қол жеткізуде бір қандай да бір мәселелер, сұрақтар бар ма дегенді анықтау үшін сіздер бір тестілер өткізуіңіз мүмкін, бақылау жұмыстары өткізуіңіз мүмкін. Міне осы өткізілген бақылау оқудың қиындықтарды анықтау мақсатын көздейтін болады. Ал енді мына жерде кері байланыспен қамтамасыз ету. Мысалға, қандай да бір бағалау жүргізесіз, ол бағалауда сіз ата-аналарға, мұғалімдерге немесе оқушыларға қандай да бір оқушының оқуы туралы ақпарат білуі, түсіну туралы. Ау? Тоқтай тұрыңыз. Неге? Эфир ұшып. Сіз кнопканы басып жүрсіз. Қай кнопканы? Ана басылмасын. Басқан жоқпын мен. Эфир ұшып қалды қазір. Мына жерде қатып қапты ғой. Жалғастыра беріңіз. Жалғастыра беріңіз. Анда шықтым. Только новый немен кетті. Қай жерге келем енді мен? Қай жерден бастасын енді? Басқан жоқпын деймін, ол кнопка қайда, мына кнопка қайда? Қай жерден бастасын енді? Ана кнопканы басып алуға тырысыңызшы. Кнопканы басып бермеңіз, соны басып беріпсіз, случайно.
өзің басқа жерде мына жерде қазір онда басқа жерде мына жерден кете берем, мен жалғастыра берем. соны Эфир жүрді ма? Жүріп тұр эфир. Қазір сілтемесін жіберем. Неге жүру керек сілтемесін? Басқа сілтемеге кіреме енді? Я басқа сілтеме. ағытып жіберсең. Онда ешкім кірмейтін болды ғой. Сөйлей беріңіз, жүріп тұр эфир. Жүріп тұр ма? Мен сөйлей берейін бе? Жүріп тұр ма? Сөйлей беріңіз, иә. Ал жақсы онда. Ары қарай келесі бағалаудың мақсаттарын қарастырайық. Бұл уәжді дамыту мақсаты. Бұнда не мәселелер айтылады? Яғни бағалаудың өткізілуі оқушылар мен мұғалімдердің ойларын жинақтап әрекет етуге итермелейді. Мысалға сіз сыныпта бір ертең 90-дық жиынтық бағалау өткізіледі деп айтатын болсаңыз, балалар сол 90-дық жиынтық бағалауға дайындалатын болады. Бұл демек оған дайындалды деген сөз, осыған дейінгі оқығандарын қайталайды, қайтадан бір үйренбегендері болса, соны үйренуге талпынатын болады. Яғни демек оқушыларды да уәжін дамытуға дағы ықпалы да бар бағалаудың. Сонымен қатар келесі мақсаты бұл болжау және сұрыптау. Бұл мақсаттағы бағалаулар қай уақытта өткізіледі? Бұлар жоғары оқу орнына түсетін жағдайда, немесе жұмысқа қабылдау жағдайында, немесе сынып жағдайында балаларды белгілі бір топтарға, немесе мектепте балаларды белгілі бір сыныптарға топтау кезінде пайдаланады. Яғни мына мақсат, болжау және сұрыптау мақсаты осы жағдайда, яғни оқушылардың білімін және дағдыларын бағалау арқылы оларды бір белгілі бір дамуын болжауда, немесе белгілі бір топтарға, сыныптарға бөлу жағдайында бағалау жүргізілетін болса, осы жағдайдағы жүргізілген бағалаудың мақсаты болжау және сұрыптау болып табылады. Сонымен қатар мынадай тағы да мақсаттары бар. Стандарттарды бақылау және орындау мақсаты бар. Одан кейінгі мақсат оқу бағдарламасының мазмұнын және оқу стилін бақылау мақсаттары бар. Енді мынадай бір тапсырмаларды қарап көретін болсақ, мысалға мектепте оқушылардың сыныптарға бөлу тест өткізілетін болса, мысалға бөлу бойынша осы бағалаудың мақсаты қандай болып табылады? Мына жерден ойланып көрсеңіздер болады. Мен чатқа маған ол доступ бар ма жоғын білмеймін. Жаңа эфир сөніп қалды ғой. Соған байланысты жоқ шығар. Мен енді онда жауабын көрсете берейін. Оның жауабы мектеп болжау және сұрыптау болады. Себебі біз оқушыларды белгілі бір сыныптарға бөлейік деп жатырмыз. Ал енді мына бір тапсырманы қарайық. Оқушылардың қабілеттері мен бейімдіктерін анықтау үшін өткізілетін бағалау мақсатын көрсетіңіз дейді. Бұл жерде қайсы болып табылады? Бұл жердегі жауап бұл да болжау және сұрыптау. Себебі оқушыларды тағы да біз бейімділіктеріне қарай анықтап, оларды белгілі бір топтарға бөлу үшін өткізіп отырмыз. Енді бағалаудың барлық түрлеріне тән қандай да бар сипаты бар. Бір үш түрлі сипаты бар. Олар мынадай: қадағалау, интерпретация және қорытынды деп үш сипаты бар. Мысалға қадағалауды алатын болсақ, біз қандай да бір бағалауды жүргізген кезде сыныпта мысалға біз оқушының жұмысын тексереміз, немесе оның жауабын тыңдаймыз. Содан кейін ол алынған жауаппенен оқушының жұмысына қарап отырып, оқушының нені түсінгенін, нені үйренгенін, нені білгенін, не айталғанын, айталмағанын, қандай дағдысының дамығанын, дамымағанын, оның тәртібін қандай да бір соны бағалап түсінуге мүмкіндік туады. Бұл екінші бөлім, ол интерпретация. Демек, бірінші біз ақпараттарды жинаймыз, немесе
жауаптарды аламыз, одан кейін сол ақпараттар туралы жауаптарды түсінеміз. Ол түсіну процесі осы интерпретация дейді. Содан кейін түсінгеннен кейін біз белгілі бір осы алынған ақпараттарға қатысты, жаңағы оқушының жауабына қатысты, оқушының орындаған жұмысына қатысты, тапсырмасына қатысты белгілі бір шешімдерге келеміз. Мысалы, айталық, біз оқу мақсатына қол жеткізуге байланысты бір қандай да бір критерий қойып балаларға тапсырма беретін болдық. Олардың тапсырмаларын алып жинадық. Енді сол тапсырманы бағалау барысында не істейміз біз? Әуелі тапсырманың жауабын зерделейміз. Бұл қадағалау процесі. Одан кейін оны жаңағы критерийге сәйкес, дескриптивке сәйкес орындалғанын, орындалмағанын біз түсіну процесіне өтеміз. Ол интерпретация. Содан кейін біз не істейміз? Қорытынды жасаймыз. Яғни бала мына дескрипторларға қол жеткізді, мына дескрипторға қол жеткізген жоқ. Демек, барлығына жеткізген болатын болса, оқушы бұл оқу мақсатына қол жеткізді деген сияқты қорытынды жасаймыз. Немесе ол мыналарды жасай алды, немесе мынаны жасай алмады, ол былай жасау керек деген сияқты тағы да тұжырым қорытынды жасаймыз. Сондықтан да барлық бағалау, ол мейлі қалыптастырушы бағалау болсын, ол мейлі жиынтық бағалау болсын, ол барлығы да осындай үш сипатқа тән, немесе біздің жағдайымызда кейде күнделікті оқу процесінде, бағалау процесінде жүзеге асыратын болғандықтан қандай да бір белгілі бір үрдіс процестерден өтеді деп айтамыз. Осы мінекей қадағалау, интерпретация және қорытынды. Енді осыларды ажыратуға байланысты мынадай бір тапсырманы қарап көретін болсақ, мысалы қадағалауды анықтайтын тұжырымды көрсетіңіз. Осының ішінде қай тұжырым? Ойланып көріңіздер. Егер чатта мүмкіндік болса, кіріп жауап беруге болады. Маған жаңа сілтемені лақтырасыз ба? Жаңа сілтеме. Иә. Мына чатты көру үшін. Так, осы жерде қадағалауды анықтайтын тұжырым, яғни бірінші тұжырым болып табылады, оқушының берген жауабынан оның білімі мен түсінігіне көз жеткізу. Бірінші жауап. Мына жерде қате, дұрыс, оқушылардың айтқандарын тыңдау және жұмыстарын тексеру болып табылады. Анау біріншісі, ол көз жеткізу деген, ол интерпретация. Так, енді екінші мінекей интерпретация, бұл міне біріншісі болады. Тағы да үшіншісін қойыпты. Сіздер айып етпеңіздер, жасалған презентацияны жалендаға салып дайын болмады. Аяқ астынан міне осындай етіп, бұл сабақ НСТ-ның ұйымдастыруымен болып жатқан сабақ, НСТ-ның ұйымдастыруына қатысты. Мынадай қате жіберіпті тағы да. Сіздер тыңдаған кезде бұның жауабы 3 емес, 1 интерпретация. Енді келесі тақырыпқа көшейік. Ол келесі тақырып айтып едік қой, тәжірибені зерттеу деп. Тәжірибені зерттеуге қатысты тақырып. Бұнда екі тәсіл бар. Сабақты зерттеу тәсілі бар және іс-әрекеттегі зерттеу тәсілі бар. Біз күнделікті тәжірибеде мұғалімдер өзіміздің тәжірибелерімізді жақсарту үшін, өзіміздің сабақтарымызды жақсарту үшін, оқушылардың оқуы туралы жақсы түсіну үшін, терең түсіну үшін осындай біз зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы өзіміздің тәжірибелерімізді, қолданатын әдіс тәсілдерімізді күнделікті үнемі дамытып, алға қарай ілгерілетіп отырамыз. Сондай кезде қолданылатын тәсілдердің бірі сабақты зерттеу тәсілі. Сабақты зерттеу тәсілін сіздер өзіңіздің мектептеріңізде жүргізіп жүрген боларсыздар. Дегенмен де біз осы туралы айтып кететін болсақ, бұл мұғалімдердің білімін қалыптастыру және оқыту мен оқуды жетілдірудің бір тәсілі болып табылады. Не себептен айтып отырмын? Шынымен де сабақты зерттеу тәсіл кезінде мұғалімдер бірлесіп жоспарлау арқылы, бірлесіп сабақты талдау арқылы өздерінің оқыту мен оқу тәжірибелерін жетілдіретін болады. Сабақты зерттеу мұғалімдерді оқытудағы және олардың тәжірибесін дамытудың бірлескен тәсілі деп айтып тұрғаным, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, бірлесіп жоспарлау, сабақты бақылау және сабақтан кейінгі талдауларға қатысу арқылы олар бір нәрселерді үйренетін болады, әріптестен үйренетін. Мысалға, ол барысында ол сабақты қалай бақылау керектігін үйрену мүмкін, немесе сабақты қалай жоспарлау керектігін үйрену мүмкін, немесе ол тәсілдерді қалай қолдану керектігі үйрену мүмкін, немесе оқушылардың қажеттілігіне байланысты белгілі бір тәсілдерді қалай қолдану керектігін үйрену мүмкін. Сондықтан да осы сабақты зерттеу тәсілі бұл мұғалімнің тәжірибесін жақсарту, жетілдіру, немесе мұғалімдерді оқытудың тәсілі ретінде де қарастырылады. Келесі
мына жерде айтып кеткен, яғни бұлардың барлығы, сіздерге әріптестер бір нәрсе айтайын, біздің мына сабақта беріп тұрған мәліметтердің барлығы сіздерге тестілеуге дайындыққа ұсынылған дерек көздерге сәйкес. Себебі тестілердің барлығы сол дерек көздерден алынады. Ал жаңағы жоғарыда айтқан бағалау бойынша да, сабақты зерттеу тәсілі бойынша да біз көп нәрселерді айта аламыз. Бірақ та қазір осы сабақта ұсынылып тұрған идеялар, тәсілдер, мүмкіндіктер, жаңа ақпараттардың барлығы дерек көзге сәйкес беріліп отыр. Сол дерек көзде мына сабақты зерттеу тәсілінде ең басты нәрсе ретінде бұл сабақты зерттеу екендігі туралы айтылады. Енді ары қарай біз енді PDF-пен жұмыс жасаймыз. Мен өзім көрінбейді екенмін, Мен өзім көрінбейтін болдым да, солай оқты. Жаленді емес, мен өзім көрінбеймін. Сондықтан тыңдай беріңіздер. Сабақты зерттеу тәсілінің бір осындай түйінді сипаты бар. Екі сипаты бар. Бірі креативтілік, екіншісі ғылыми дәлдік. Креативтілік сипатын қалай түсінеміз? Біз жоғарыда айтып кеттік, сабақты зерттеу тәсілінде мұғалімдер бірлесіп отырып, сабақты жақсарту, тәсілдерін жақсарту, оқушылардың оқуын жақсарту, оқушылардың қажеттілігін ескере отырып, пайдаланатын тәсілдерін, әдістерін жақсартады дедік. Яғни демек сабақ осы бірлесіп жұмыс жасау барысында мұғалімдер оқытудың бір жаңадан ерекше тәсілдерін әзірлейді. Сондықтан да оларды бір зерттеу тәсілі бір креативтілік сипатқа ие болады. Сондықтан да сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты ретінде мына креативтілік берілген. Екінші түйінді сипаты бұл ғылыми дәлдік сипаты. Бұл ғылыми дәлдік сипаты қалай түсіндіруге болады? Мұны былай түсіндіруге болады. Сабақты зерттеу тәсілін жүргізген кезде сіздер сабақты бақылайсыздар ғой. Сонда сабақты бақылаған кезде оқушылардың оқуы туралы деректерді жинайсыздар. Яғни белгілі бір оқушыларды белгілеп, сол оқушылардың оқуы туралы деректерді жинайсыз. Сол жиналған деректердің негізінде сіз бір ғылыми тұжырымдар, ғылыми дәл анықталған нәтижелерге қол жеткізесіздер. Соған байланысты мінекей сонымен қатар деректер жинауға көзделетініне қатысты осы ғылыми дәлдік сипатта болады зерттеу тәсілі. Осы екі сипатты ескеріп жүрсеңіздер болады зерттеу барысында. Енді мынадай мәселелерді айтайық. Яғни сабақты зерттеу тәсіліне қатысты не айтуға болады? Бұл кезде зерттеу тобы болады, сабақты зерттеу тәсілін жүргізген кезде. Осы зерттеу тобының әрбір мүшесі өзіне жеке жауапкершілік алады. Не себептен жауапкершілік алады? Себебі бұнда мысалға баға сабақты жүргізіп тұрған мұғалімге берілмейді баға. Баға оның нәтижесі сабақты жүргізілген мұғалімге қатысты емес. Оның нәтижесі ол тұтастай осы топтың жұмысына қатысты болады. Сондықтан да зерттеуде, яғни бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады. Сондықтан да әрқайсысының топ мүшесінің өзінің бір жауапкершілігі болады, өзіне бекітілген бір іс-әрекеті болады. Оның барлығы белгілі бір нәтижелерге қол жеткізу мақсатында бірігіп жұмыс жасайтын болады. Енді келесі идеяны қарайтын болсақ, бұл идея тәсілдің демократиялық ерекшелігіне байланысты. Бұл демократиялық ерекшелігін былай түсінуімізге болады. Мысалға, біз зерттеу нәтижесі бойынша белгілі бір нәтижелерді алдық, бірақ сол нәтижелердің барлығы зерттеу тобының ішінде қалып қоймайды. Ол зерттеу тобының алынған нәтижелерін педагогикалық қауымға кеңінен таныстырып бөлісетін болады. Олар белгілі бір постерлер арқылы, белгілі бір презентациялар арқылы, белгілі бір мақалалар жазу арқылы бүкіл елге ма, әлде мектебінің ішінде ма, әлде педагогикалық қоғамдастық аясында ма өздерінің тәжірибелерін алған нәтижелерін мен бөлісетін болады. Келесі бір идеялар, бұл идея, яғни топты құруға байланысты идея, зерттеу тобын құруға байланысты идея. Зерттеу тобы ол
кемінде 3 мұғалімден тұрады. Дара бір мұғалім зерттеу сабақты зерттей алмайды. Дара 2 мұғалім зерттеуге оң қиындық түсіреді. Кем дегенде 3 мұғалім болу керек. Себебі өткені ол біреуі белгі бәрі бірлігіп сабақты жоспарлайды, біреуі сабақты өткізеді, қалғандарды бақылайды деген сияқты. Сондықтан 3 мұғалімден тұрады. Енді көп жағдайда оның құрамына кімдер кіреді? Оның құрамында сол мектептегі мұғалімдер кіреді, немесе белгілі бір жаңа қарайын деп жатқан зерттеу аясында қарайын деп жатқан мәселеге қызығушылығы бар мұғалімдер қатыса алады сол мектептегі, немесе басқа да мектептен тәжірибелі мұғалімдерді, немесе жаңағы зерттейін деп жатқан проблемаға қызығушылығы бар адамдарды да тартуға болады. Сондықтан да мынадай идея берілген. Бір мектепте жұмыс істейді, жақсарту мақсатында бірлесе жұмыс істеу үшін басқа мектептердің де мұғалімдері тартылуы мүмкін деген мәселені айтады. Енді мен былай шықтым. Енді сіздерге қазір айтатыным, бұл сабақты зерттеудің қадамдары туралы айтқым келеді. Сіздер егерде мектептеріңізде жүргізіп жатқан болсаңыздар, мен ойлаймын, сіздер мектепте жүргізіп жатырсыздар деп ойлаймын. Әрине осы қадамменен жүргізіп жатсыздар. Себебі бұл қадамдар көпшілікке мәлім, көпшілік елдердің қолданатын қадамдары. Енді бірінші қадамын айтайық. Мана жоғарыда айтып кеткенмін. Бірінші не істейміз? Бірінші зерттеу тобын құрып аламыз. Сол зерттеу тобын құрған кезде өзіміздің тобымыздағы белгілі бір ережелерді құрастырамыз. Себебі неге? Әрқайсымыздың өзіміздің жауапкершілігімізді белгілейміз. Әрқайсымыздың жасайтын іс әрекеттерімізді белгілейміз. Және қашан кездесетінімізді, қалай кездесетініміз туралы бір ережелерді өзімізге алдын ала белгілеп аламыз бірінші қадамында. Екінші қадамында топ зерттеудің түйінді идеяларын келісіп алады дейді. Яғни ол әдетте сұрақ болады, нені, кімді оқытуды анықтайды дейді. Бұл жерде не істейсіздер? Бұл жерде жаңа жоғарыда айттым ғой, зерттеу аясында, сабақты зерттеу аясында белгілі бір проблемаларды шешесіздер. Оқушылардың оқуындағы проблемаларды шешесіздер. Сол проблемаға қатысты зерттеу сұрағын қойып аласыз. Осы проблема, яғни сұрақ түрінде айтасыздар. Яғни кімді нені оқыту керек деп. Мысалға, оқушылардың аргументтеу дағдыларын дамыту үшін, мысалға, кейс тәсілдерін қалай қолдануға болады. Мысалға, немесе оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту үшін ашық сұрақтардың топтамасын, немесе ашық сұрақтардың ықпалы қалай болады, немесе қалай қолдануға болады деген сияқты белгілі бір проблемаларды қойып аласыздар. Енді содан кейін барып, сол түйінді идеялар, жаңағы сұрақтарымыз, проблемамыз, зерттеу сұрағымызға қатысты жауап іздейміз әдебиеттерден. Яғни айтатын болсақ, мысалға аргументтер дағдыларын дамыту болса, аргументтер дағдыларын қалай дамытуға болады екен? Ол үшін қандай тәсілдер қолданады екен? Басқа зерттеулерде аргументтік дағдыларын дамыту туралы не айтыпты екен? Оны қандай тәсілдерменен дамытқанда қандай нәтижелер алынған екен деп әдебиеттерді зерделеп, сол әдебиеттерден оқып үйреніп аласыздар. Содан кейін үйреніп аласыздар да, сол жерден өздеріңіздің зерттеулеріңізге белгілі бір тиімді болған тәсілдерді аласыздар, немесе соларға сүйене отырып, жоғарыда айттық қой, жаңа бір ерекше тәсілдерді дайындайсыздар өздеріңіз. Содан кейін сол тәсілдеріңізді енгізу үшін мына сыныпты анықтайсыздар. Қай сыныпта енгіземін деп анықтайсыздар. Содан кейін сол сыныптарда қандай оқушыларды бақылаймыз, 3 оқушыны бақылаймыз деп соны анықтап аласыздар. Сыныпты таңдаған кезде, оқушыларды таңдаған кезде, оқушылардың оқу нәтижелеріне көңіл аударасыздар. Сыныпты таңдағанда да оқушылардың оқу нәтижелеріне, сол сыныптың оқушыларының оқу нәтижелеріне көңіл аударасыздар. Яғни таңдаған кезде, мысалға, үлгерімі жоғары сынып, үлгерімі орта сынып, үлгерімі төмен сынып, немесе үлгерімі жоғары оқушы, үлгерімі орта, үлгерімі төмен оқушылар деп белгілеп аласыздар. Оларды белгілегенде қандай өлшемдермен деп айтатын болсақ, сіздің дамытайын деп отырған жаңағы аргументтеу дағдысы еді ғой, сол аргументтеу дағдысына қатысты аласыздар. Оның сабақтағы белсенділігіне қатысты емес, немесе 90-дық бағаларына қатысты емес. Сол аргументтеу дағдыларына байланысты. Содан кейін аргументтеу дағдыларына қолданатын тәсілдеріңізді сол балаларға қолданған кезде қалай болып жатыр деп бақылауға ол не болады, тиімдірек болады. Немесе
тақырыпты меңгеру, сол сыныпты таңдаған кезде оқытайын деп отқан тақырыбыңыз бар ғой, оқу мақсатыңыз бар ғой, соған қатысты да оқушылардың деңгейлерін қарай отырып ал таңдасаңыз да болады. Келесі әрекет, сіз оқушыны анықтап алдыңыз, тәсілді тауып алдыңыз, жасап жатырсыз, енді не істейсіз? Сабақты жоспарлайсыз. Сабақты жоспарлаған кезде дейді, бақыланатын оқушылардың сабақта өтілетін материалдарын игеруіне аса мән бересіздер дейді. Яғни бұл жерде материалдарды игеруіне мән береді деген сөз, жаңағы алынған 3 оқушы жаңағы материалды не күтем, олар нені жасай алады. Біз осы тәсілдерді қолданған кезде аргументтік дағдысынан қандай аргументтерді келтіре алады, қандай деңгейде келтіре алады мысалға. Немесе жаңа тыңдалым дағдысы дедік қой, тыңдалым дағдысына байланысты ол нелерді жақсы тыңдап жауап бере алады, мыналарға жауап бере алады ма, неге жауап бере алады деген сияқты күтілетін нәтижелерді анықтайсыздар. Яғни игеретін, сабақта өтілетін материалды басты назарға алып отырасыздар. Одан кейінгі әрекет бұл дайын жаңағы жоспарланған сабақты мұғалім не істейді? Жүргізеді. Содан кейін қалғандарыңыз не істейсіздер? Қалғандарыңыз бақылайсыздар. Бақылаған кезде кімдерді бақылайсыздар? Жаңағы белгілеп алған, бақылауға алған оқушыларды, яғни зерттелетін 3 оқушыны басты назарға аласыздар. Және сонымен қатар тек қана оны ғана емес, басқа да оқушыларды қадағалайсыздар. Сонымен қатар жалпы оқу процесінде сабақтың қалай өтіп жатқанын бақылап, қадағалап, өздеріңізге жазып отырасыздар. Түртіп алады деген сөз, жазып отырады деген сөз. Одан кейінгі әрекет, мұғалімдер осы зерттеу сабағы туралы пікірлерін түсіну үшін бірнеше оқушылардан сұхбат жүргізесіздер. Сабақ біткеннен кейін мүмкін сіздер жаңа бақыланған 3 оқушыдан сұхбат алу мүмкін, басқа да оқушылардан сұхбат алуларыңыз мүмкін. Ол сұхбаттарыңыз сіздердің жаңағы қолданған тәсілдеріңіз туралы болуы мүмкін, немесе салпы сабақ туралы болуы мүмкін. Сондай сұхбат алып аласыздар. Бұлардың барлығы сіздердің деректеріңіз жинаған. Мана жоғарыда ғылыми дәлдік сипатта дедік қой. Дәл тұжырымдар жасау үшін, дәл нәтижелер алу үшін біз деректерді жинауымыз керек, және сол деректерге сүйене отырып зерттеу бойынша тұжырымдар жасауымыз керек. Сондықтан да мына жерде 2 түрлі дерек жинау тәсілін көріп тұрсыздар. Біріншісі 3 оқушыны бақылау тәсілі, екіншісі сұхбат тәсілін көріп тұрсыздар. Одан кейінгі әрекет, зерттеу тобы сабақ аяқталғаннан кейін олар менің сабағым бар деп кетіп қалмайды, олар бірден талқылауға келеді. Себебі мана басында ережелерді жүйелеп алу керек, қай уақытта нені қашан өткізеді, қалай болады дегендердің бәрін белгілеп алады деген сол сөз. Сабақ біткеннен кейін барлық мұғалімдердің бос болуда жағдайын қарастырып отырасыздар. Содан кейін барлығыңыз келіп, бірге отырып, жаңағы 3 оқушыдан алынған сұхбатыңыз бар, өздеріңіздің бақылау деректеріңіз бар, соның барлығын отырып талқылайсыздар. Талқылаған кезде неге көңіл аударасыздар? Міне төмендеп тұр, міне жерде мінекей көріп тұрсыздар, міне қандай құрылым бойынша жүретін. Міне осы құрылым бойынша жүріп өтесіздер талқылауды. Не берді, яғни тұтастай сыныптың оқушысы қалай болды? Зерттеу сабағының барысы қалай болды? Оқу үдерісінде не болды? Қандай жетістіктер болды? Қандай кедергілер болды? Ары қарай не істеу керек? Біздің ойлағандай шықты ма? Оқушыларға белгілеген күтілетін нәтижелерімізге олар қол жеткізді ма? Әлде жаңағы 3 оқушыға белгілеген нәтижелерімізден артықта нәтижелер болды ма? Әлде жетпей қалған тұстары болды ма? Жаңағы қолданған тәсіліміздің ықпалы қандай болды деген сияқты сұрақтарды қоя отырып сіздер талқылайсыздар. Талқылағаннан кейін жаңағы зерделенген мәселелер деп отырмын ғой, зерделенген мәселе деген сөз жаңағы сіздердің талқылауларыңыздан шыққан әңгімелеріңіз, тұжырымдарыңыз, соны қарап отырып зерттеу сабағының келесі мақсатын белгілейсіздер. Яғни демек мынау былай болды, енді біз былай жасауымыз керек екен деп бір тұжырым жасайтын болсаңыз, енді ары қарайғы біздің зерттеуіміздің мақсаты былай болады екен деп мақсаттарыңызды тұжырымдап аласыздар. Содан кейін келесі кезеңге көшесіздер. Ол келесі кезең міне жерде тұр, міне келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлайсыздар. Осылайша цикл бірінші сабақ болуы мүмкін. Зерттеу сабағы бір керемет нәтиже алғанда жаңағы тәсілдеріңіздің барлығы кез келген оқушының қажеттілігіне сәйкес, кез келген жағдайда аргументтеу дағдысын дамытуға
қол жеткізетіндей жағдай болған кезде сіздерде бір керемет сабақ жоспары шығады. Сол сабақ жоспарын немесе зерттеу нәтижесінде алынған нәтижелеріңізді не істейсіздер? Педагог қауымдармен бөлісесіздер. Постерлер дайындап, презентациялар дайындап, осылай зерттеу үдерісінің қадамдарын сабақты зерттеу кезінде жүзеге асырып отырасыздар. Әрине бұл белгілі бір күнді немесе бір аптаны қамтымайды, ол белгілі бір уақыттарды қамтиды. Енді мына бір тапсырманы қарап көрейік. Мен кішкене былай тұрайын енді. Мына тапсырманы қарап көрейік. Қараңыз. Сабақты зерттеу шеңберінде сабақты жоспарлауда ерекше мән беріледі. Неге мән беріледі? Бізде енді чат жасамайды. Неге жоспарлағанда біз чатқа жазады деп ойлағанбыз. Сізге жібердім. Қазір о мен ашайын. Иә. Осыны жаза қойыңыздар, жауабын жаза қойыңыздар. Жауабын жаза қойыңыздар. Қайсысы болады? Иә. Жасап тұр, чатта жазыңыздар. Жасап тұр. Айып етпеңіздер, жаңа бір бастамасы өзі қызық болып кетті. Кнопканы бас дейді, мен басқан жоқпын, эфир үзіліп қалды. Презентация дайын болмай қалды. В общем, жалендаға салынбай. PDF-пен шығып тұрмыз, сосын ғой мен арасында бүйтіп кіріп тұрған. Бірақ оқып жатырмыз, жақсы. Так. Қанеки? Жауап жазамыз. С жауабы деген жауаптар бар екен. Дұрыс жауабы мінекей, дұрыс мінекей, мынау болады. Бағалаудағы оқушылардың сабақта өтілетін материалдарды игеруі болады. Келесі, мына тапсырманы қарап көріңіз. Зерттеу тәсіліне қатысты тұжырымды көрсетіңіз. Жалиндаға салыпты. Рахмет. Қатысты тұжырымды көрсетіңіз. Мінекей. Қайсысы болады? Біз көп мәселелерді жоғарыда айттық, соған қатысты. Қанеки? Көрсетіп қойыңыздар. Бізде негізі белсенді әріптестеріміз бар екен. МФЛ Талдықорған, Арсен 100 леп белгісі, Асу А деген әріптестеріміз бар. Оларға рахмет айтамыз. Чатта жауап беріп жатыр екен. Жауаптарыңызды тексере қойыңыздар. Зерттеуде жинақталған білімін педагог қауыммен бөліседі. Мен бірнеше рет айтып кеттім. Олар зерттеудің алынған нәтижелерін өздерін ұстап отырмайды. Себебі басқа да мұғалімдер үйрену үшін таратады. Себебі мана басында айтып кеттік, сабақты зерттеу тәсілі бұл тәжірибені жақсартудың тәсілі, бірлескен оқытудың, мұғалімдерді оқытудың тәсілі деп айттық. Біріншісі дұрыс болмайды, себебі сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге қатысты болады дейді. Біз мана басында айттық, жеке мұғалімге қатысты емес, топ мүшелеріне қатысты болады. Себебі топтың барлық мүшелері жақсы нәтижеге қол жеткізу бірлесіп жұмыс жасайды дедік. Одан кейін келесі неге дұрыс емес болады? Зерттеу жүргізуші топ бір әдістемелік бірлестіктің кем дегенде 5 мұғалім құрайды дедік. Кем дегенде 5 мұғалім емес, кем дегенде 3 мұғалім болу керек. Ол енді дерек көздерге сүйеніп айта аламыз. Топ мүшелері тек бір мектептің мұғалімдері болу тиіс деген жоқ. Оған кез келген мектептің мұғалімдерінде сіз шақыра аласыз. Келесі тапсырманы қараңыз. Қараңыз мінекей. Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін тиімді сипаты. Қай сипаты? Ал енді менің тыңдағандарым сіздер қалай жақсы тыңдадыңдар, тексеріп жіберейін. Мына жерге чатқа жаза қойыңыздар.
Жауап күтеміз. Иә, Клара апайымыз жазды. А деп жазды. Әртүрлі жауаптар келіп жатыр. С, Д деп келіп жатыр. Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқу туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты бұл ғылыми дәлдік. Өзі екі сипат бар дедік. Біреуі жаңағыдай креативтілік, екіншісі ғылыми дәлдік дедік. Креативтілігі ол жаңағыдай ерекше жаңа тәсілдерді мұғалімдердің бірлесіп жасауымен қатысты. Ғылыми дәлдік бұл деректер жинау арқылы соның нәтижесінде дәл ғылыми тұжырымдарды алуға байланысты. Ал осымен аяқталды. Неміз сабағымыз аяқталды. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, чатқа жазыңыздар. Негізінде тағы да қайталап айтқым келеді. Осы мына екі жоғарыда біз 3 тақырып бердік қой, ең басында тест спецификацияға қатысты. Осы 3 тақырып оқыту әдістемесіне қатысты. Оның мазмұны сіздерге ұсынылған, мұғалімге арналған нұсқаулықтан келеді. Мазмұн ол тиімді оқу және оқыту бағдарламасының нұсқаулығы, мектептегі мұғалім көшбасшылығы бағдарламасының мұғалімге арналған нұсқаулығы және педагогикалық қауымдастық аясындағы мұғалім көшбасшылығы нұсқаулығы. Ең негізгі нұсқаулық негізінен тиімді оқыту және оқу нұсқаулығы. Ал ана екі соңғы мұғалім көшбасшылығы мен педагог қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы екі нұсқаулық бар ғой. Ол жерден тек қана тәжірибені зерттеуді қарайсыздар. Lesson study мен action research туралы. Қалғанның барлығы ана соңғы тақырып болады, тәжірибе. Тәжірибені зерттеу деген тақырып. Сол тақырып екі нұсқаулықта бар да, бір екі бітпеген, 2,5 бет ғана материал бар. Қалған мазмұн ол тиімді оқу және оқыту бағдарламасының мұғалімге арналған нұсқаулығына сәйкес. Енді мына жерде беріп отырған біздің идеяларымыз, ақпараттарымыз барлығы сол дереккөздерге сәйкес. Себебі тапсырмалар дереккөзге сәйкес берілетін болады сіздердің бағалау кезінде. Қандай сұрақ? Сұрақтар өтініш көбірек қойсаңыздар деп жатыр. Бастауыштарға курс бар ма дейді. Бұл болып жатқан эфир педагогтардың білімін бағалау, аттестация шеңберінде педагогтардың білімін бағалау болады ғой. Ұлттық тестілеу орталығы өткізіледі. Сол ұлттық тестілеу орталығының өткізетін тестісіне дайындық ретінде, соған кеңес беру ретінде, нені қайдан оқу керек, тақырыптардың ішіндегі идеялар, мазмұндар қандай деген сұраққа жауап беріп отырмыз біз. Тағы жүргізсеңіздер дейді. Енді білмеймін, тағы жүргізем бе, жүргізбеймін бе. Негізінен біздің тақырыбымыз мына оқудағы жаңа тәсілдер, содан кейін оқушылардың оқу жетістігін бағалау, тәжірибедегі зерттеу еді ғой. Біз барлығында қарастырып болдық. Тек қана action research қана қалды. Барлығы бар. YouTube'да осыған дейін 3 сабақ бар. Мынау 4-ші сабақ. Сол 4 сабақтың ішінде бүкіл материалдардың барлығы қаралды. Негізгі идеялар қаралды. Енді барлығы толық емес, енді негізгі идеялар қаралды. Қалғанын нұсқаулықтан қарауларыңызға болады. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, біз эфирімізді аяқтаймыз. Қатысқандарыңыз үшін, назарларыңыз үшін үлкен көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.